маған тағы да өте ұнаған бір идея, ол 100 мейірімді іс. Байқасаңыз, бұл іс-әрекеттерді, мейірімділікті біз тек қана бір сынып сағатына немесе бір аптаға сыйғызып қана қоймай, жыл бойы жасап отыруымыз керек. Мақсаты да сол, балаларды бір-біріне деген жақсы қарым-қатынас құруға, бір-біріне мейірімді болуға, буллингке қарсы буллинг дей бермей, керісінше осындай жақсы нәрселерді айтып, жақсы нәрсе үйрету арқылы біз сол буллингтің алдын ала аламыз. Мына жерде 100 мейірімді іс А3 форматта жасалған, тақтаға жанына сыныпқа іліп қоясыз. Одан кейін жыл бойы немесе бір ай ішінде, бір 90-ның ішінде балалар өздері қандай жақсылық жасады, сол туралы айтып келеді. Бұл біздің копилкамыз дейсіз да. Біз осы жерге жақсы ісімізді жинаймыз. Балалар бөліседі: апай, мен бүгін мынандай жақсылық жасадым, мен бүгін мұғалімге алғыс айттым, немесе сыныптасыма көмектестім, болмаса асханаға барғанда мынандай істер жасадым деп өздерінің жақсы іс-әрекеттерін айтады.